Саламатсыздар ма? Бүгін бізде тағы да бір презентация ағылшын тілі мұғалімдері үшін фруктылармен жұмыс жасайтын презентация деп ойлайық. Яғни менде көкөністердің арнайы суреттерін жүктеп қойдым. Яғни мына жерге мен қазір вставка, рисунки, яғни алманың суретін қоятын боламын. Слайдта менде заранее уақыт кетпеу үшін жазып дайындап қойдым. Вставка, рисунки, бананның суретін. Үшінші слайдта менде вставка, рисунки және абрикостың суретін қоятын боламын. Бұл слайдтың мағынасы слайдтан сілтеме жасауға болады. Яғни мынау тұрған жерге мен жаңағы суреттерді тағы да қоямын. Рисунки, алманың суретін. Яғни сілтеме қалай жасауға болады? Бір слайдтың ішінде отырып, басқа слайдтарды көрсетуге, және бұл жерде эффект береді. Яғни мен қазір алманың суретін басатын болсам, алмай үлкейген сияқты басқа презентацияға өтіп кетеді, бірақ презентацияны көрсетіп отырған кезде ол мен алманы бассам, как будто алма үлкейіп көрінген сияқты эффект беретін болады. Дәл соны қалай жасайтынын бір көрсетейін. Ставить. Міне үш суретті мына жаққа қойдым. Дәл осылайша өздеріңіздің мәтіндеріңізге сілтеме деген ол интернет сайтта ашуға болады, мысалы үшін сілтеме арқылы, және презентацияның ішінде отырып қандай да бір құжатты ашуға болады. Міне біздің презентациямызда фрукты, яғни және әрқайсысы бөлек-бөлек орналасқан. Енді мен мына алманың суретін бояп аламын. Сонан соң вставка, мына жерде ссылки деген бар. Егер мен мынау алманы боямайтын болсам, бұлар жұмыс істемейді. Яғни сілтеме тек қана объектіге жұмыс жасайды. Яғни не ол мәтін болуы мүмкін, не сурет болуы мүмкін. Алманы бояймын, сонан соң действие дегенді басам. Егер сізде PowerPoint-ның басқа версиясы болса, ссылка дегеннің өзі басылады кейбір терезелерде. Сонан соң действие деген жерде действие по щелчку мыши, яғни тышқанды басқан кезде перейти по гиперссылке дейді. Яғни мына қараңыздар, сілтемеге өтуге болады. Следующий слайд, предыдущий слайд, осының ішінен мен перейти по гиперссылке на слайд деген берем. Сөйтемде мынау именно алмасы бар слайдты көрсетемде окей басам. Сонан соң окей басам. Бананды да вставка, действие, перейти по гиперссылке на слайд. Сонан соң бананы бар слайдты таңдаймын. Окей. Тағы да окей. Онан кейін үшіншісі. Вставка, действие, перейти по гиперссылке на слайд. Сөйтіп үшіншісін басам. Окей. Енді PowerPoint-та анимация бар, білесіздер. Оны кейін көрсетейін, пока мынау ненің эффектісін көрсетейін. Бүкіл презентацияның бәрін жасап біткеннен кейін бізде показ слайдов деген бетті ашамыз. Сонан соң сначала, с текущего слайда, произвольный показ деген сияқты түрлері бар. Мен сначала деген басам. Міне қараңыздар. Сөйтемде міне фрукты тұр, алманың үстіне басам. Қараңыздар, бұны бізде гиперссылка дейді, яғни как будто алма үлкейіп кеткен сияқты, атау пайда болған сияқты. Ағылшын тілі мұғалімдеріне өте ыңғайлы. Бананның үстіне басам. Міне, кері қарай банан үлкейген сияқты. Кері қарай терезеге өтем, және өріктің үстіне бассам, өрік үлкейген сияқты. Бұл негізінде сілтеме жұмыс жасап жатыр. Және по щелчку мыши дейді, тышқанды басқан кезде біз как будто бы өтіп кеткен сияқтымыз. Бұл бізде показ слайдов. Енді мына жерде мен мысал үшін анимацияны тағы бір көрсете салайын. Мысал үшін возникновение, выцветание, вылет. Осылай да жасауға болады. Панорама. Осылай жасап қояйын. Бананға мысал үшін появление, фигура. Осылай жасап қояйын. Және өркеде осындай анимация түрлерін жасап қоямын. Сөйтемде қайтадан показ слайдов. Сначала алмаға басам. Менде уже анимация жұмыс жасайды. Кері қарай жүрем. Бананға басам.
міне банан жұмыс жасайды. Және өрікке басатын болсам, міне осылай презентацияны дайындауға болады. Міндетті түрде презентацияда көп сөздер қажет емес. Кейбір презентациялар осылай суреттермен ғана өте көрнекі болады, және де өз материалдарыңызды өте әдемі етіп жеткізуге болады. Сабақ барысында көрнекі құрал ретінде қолдануға болады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.